Осыдан 2 жыл бұрын президенттік сайлауда мен 69-шы мектепке келіп дауыс бергенде осы мектептің спорт залын көп айтқан болатын. 30 жыл өтті, осы мектептің спорт площадкасына ремонт жасалмақ. 38 жыл болды, осы 38 жыл осы мектепке келіп жүргеніме, ойнап жүргеніме. 38 жылда бір нәрсе өзгермеген. Бір нәрсе. Мына асфальт қалай тұр, солай тұр. Мына спорт зал. Мына баяғы баллондар, короче. 40 жыл бұрын тұрған баллондар. 40 жыл бұрын тұрған, короче. Мына ойыншық, мына осымен біз ойнайтын. Сонда 40 жылда бір мектепте, короче, бір нәрсе өзгермеген ғой, только забор өзгерген. Забор. 40 жылда бір детский площадка сала алмады ма сонда мектепке, соны ойлап отырмын да. Ішіндегі ремонт сол. Баяғы 40 жылғы ремонт. Мына 40 жыл бұрын тұрған нәрсе ғой. Сол ғой. Так что өздеріңіз делайте выводы сами дейді ғой. Эти выводы деген жаман пост жазып кеткен болатын. Сол кезде мектепте акиматтамаған звондап кішкене постында алып тастаңыз, біз әлі жасаймыз, түзейміз деген сияқты еді. Қараңыздар, енді 2 жылдан кейін. Новый спорт площадка. Резиновый несме, мынау резинадан газон жасап қойған. Мына жерде футбольный поле. И ар жақта еще новый баскетбольный поле. Вот результат дегеніміз не ол? Сұрамаған балаға емшек жоқ. Егер сол кезде мен пост жасамасам, мүмкін ремонттың бәрі істемер еді, жасамар еді. Сондықтан мен сол кезде келіп кішкене жамандап кетіп едім, соған құлақ асып, әкімдікпен отдел образования ұрыспай